Еліміздің бас прокуратурасы мен ішкі істер министрлігі ұрлық қарлықтың алдын алуға бағытталған жаңа жұмыс жүйесін әзірледі. Сол арқылы сұғанақ қолдыларды кісендеудің тың тәсілі ұсынылды. Мәселен, бейне камераларды көбейту. Бұл істі Қазақ Телеком компаниясы қолға алып, көп қабатты үйлерге бақылау қондырғыларын орнатып беруге дайын. Тек тұрғындар ай сайын төлем жасап, құнын өтеп беруі тиіс, ал тариф 150 теңгенің шамасында бекітіледі дейді мамандар. Егер бейнекамера ұрлықтың алдын алып қылмыскерді құрықтауға игі ықпал етсе, оның иелері мадақталады, тіпті қаржылай сыйақы қарастырылған. Бұдан бөлек салаға ұялы телефон және мал ұрлығын алдын алудың тың тәсілдері енгізіледі. Ол үшін имей кодтардың тізімі жасақталып, жоғалған немесе қолды болған байланыс құралдары істен шығарылады. С 2012 года с вольного выпаса совершено... 2012 жылдан бері елімізде 116 мыңнан астам мал ұрланған. Солардың тек 44 мыңы табылып, иелеріне қайтарылды. Сондықтан бұл қылмыс түрін азайтуға бағытталған жаңа жүйені Алматы облысында жүзеге асыра бастадық. Ол үшін жергілікті әкімдік, малшы және төрт түліктің иесі арасында 3 жақты келісім жасалды. Нәтижесінде әрқайсысына материалдық жауапкершілік жүктеліп, мал ұрлығы азайып келеді. Бас прокуратура және ішкі істер министрлігі тарапынан көтерілген бастамалар жол картасына енгізіліп, сұғанақ қолдылардың жазасы күшейетін болды. Себебі соңғы 25 жылда елімізде ұрлыққа қатысты 2 миллион қылмыс тіркелсе, соның 1,5 миллионы ашылмай қалған. Жаппай ұрлықты тоқтатпай, біздің мемлекет еш уақытта дамымайды. Ал енді ол қалай күресу керек? Оған бір арнайы Американы ашудың қажеті жоқ. Оған велосипедті ойлап табудың да қажеті жоқ. Дүние жүзінде технологиялар көп. Бүкіл әлем оны ойлап тапқан. Мынау камера дейді, сигнализация дейді, имей код дейді. Айта берсе неше түрлі қазір озық тәсілдер бар. Бірақ соны біз сауатты пайдалануымыз керек.